Бүгін біз сендермен бірге әдемі көбелекті бояймыз. Және оның қызықты оқиғасын тыңдаймыз. Баяғыда бір кішкентай жұлдыз құрт орманда өмір сүріпті. Күндердің бір күнінде ол өзіне кокон жасап, ұзақ ұйықтап қалыпты. Бірнеше күн өткен соң кокон ашылды. Ішінен әдемі көбелек шығыпты. Көбелектің қанаттарының түстері әртүрлі болады. Сары, көк, жасыл және қызыл түс бар екен. Көбелек қанаттарын қағып, алғаш рет аспанға көтерілді. Ол гүлден гүлге ұшып, орманды аралап, әлемнің қандай керемет екенін көрді. Сөйтіп кішкентай жұлдыз құрт сұлулығымен тамсандыратын көбелекке айналды. Достар, көбелек қандай